Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен Алматы облысының Текелі қаласының нөмірі 5-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Мұхаммед Күлпаш. 1-ші сыныптың математика пәнінен 4-ші тоқсанның 2-ші аптасындағы 2-ші сабағымды қашықтықтан оқу онлайн сабағымды ұсынамын. Саламатсыздар ма, оқушылар? Математика пәнінен 4-ші тоқсанның 2-ші аптасының 2-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз монеталармен төлеу, 14-ші сәуір. Сабағымыздың мақсаттары: монеталарды төлеуді үйренеді, монеталардың номиналдық құнын ажыратуды меңгереді, монеталарды сақтауда және ірілеуде үйренеді және күнделікті өмірде қолданады. Осы сабақтың мақсатына сүйене отырып, бағалау критерийлерімен таныстырамын. Монеталарды таниды, монеталармен төлеуді біледі, монетамен төлеуді және сақтауды күнделікті өмірде қолданады. Біз балалар сабағымызды бастамас бұрын ойлантап қалып қойма ойынын, сөз жұмбақты шешіп алайық. Мұқият тыңдаңыздар. Қалталардың түбінде сылдыр-сылдыр етеді. Адамдарға мәңгілік адал қызмет етеді. Бұл не? Жұмбақтың шешуі тиын, жарайсыздар. Әлемнің тынысы, байлықтың білгісі. Бұл не? Ақша. Бүгінгі біздің сабағымыз монеталар жайлы. Оқулықпен жұмыс. 10 теңгелік бір монета 5 теңгелік 2 монетаға тең болады екен. Яғни 20 теңгелік бір монета 10 теңгелік 2 монетаға тең болады екен. Яғни 5 теңгелік бір монета 2 теңгелік 2 және 1 теңгелік монетаға тең болады екен. 2 теңгелік 1 теңгелік 1 теңгелік және 2 монетаға тең болады екен. Сіздер дүкендерге барғанда осы монеталар арқылы әртүрлі заттарды сатып ала аласыздар. Оқулықпен жұмыста мұқият қараймыз. Сәуленің 30 монетасы бар еді. Ол кесе шай мен бір кесек қантқа ақшаны тура төлеу үшін қолындағы ақшасын қалай сақтау керек еді? Анардың 20 теңгелік монетамен 60 теңге ақшасы бар. Ол алма, алмұрт және қара өрік сатып алмақшы болды. Бұларға ақшаны тура төлеу үшін Анар қанша ақшасын қалай сақтау керек еді? Қара өрік 10 теңге, алмұрт 20 теңге, алма 20 теңге. Осы жауаптарыңызды келесі тапсырмадан тексеріп көреміз. Дұрыс бұрыс жауаптарын айтасыздар. Анарда 20 теңге, 60 теңге ақшасы болды. Сатып алды. Алма, алмұрт, қара өрік қалай сақтау керек? Шешуі: 10 теңге, 20 теңге, 20 теңге тең 50 теңге болады екен. Анардың қолында қанша теңге болды? 60 теңге болды. 60 теңгеден 50 теңгені азайтамыз. Онда жауабы 10 теңге болды. Жарайсыздар. Шайға төлеу үшін Сәуледе 30 теңгесі бар еді. Шайға 20 теңге төледі. Қантқа 8 теңге төледі. Ақшасын қалай сақтайды? Шешуінде 10 теңге 2 монетасын берді. 10 азайту 8 теңге. Сәуленің қолында 2 теңге қалды. Жарайсыздар. Енді осы есептің дескрипторларына тоқталып кетсек, есептің шартын құралады, шешуін таба біледі, жауабын жазады. Жарайсыздар. Дәптерлерімізді ашып, дәптерге әмияндағы монеталарды салыстырамыз. Бұл жерде 5 теңге, 10 теңге, 10 теңге, 10 теңге, 20 теңге, 1 теңгеліктен 5-еу, 2 теңгеліктен 5-еу. Әмияндағы монеталарды салыстыра аламыз. Жарайсыздар жауаптарыңыз. Бұл жерде дескрипторларға қараймыз. Әмияндағы монеталарды пайдалана алады, монеталарды салыстыра аламыз. Жарайсыздар. Енді біз сабағымызды қорытындылай келе, 100 теңге мен 20 теңге ортасында номиналы қандай монета орналасқан? Жауаптарыңыз 50 теңге. Жарайсыздар. Номиналы 5 теңгелік монетаны екі жағында
Неше теңгелік монеталар орналасқан? Жауаптарыңыз 2 теңге және 10 теңге монеталар. Жарайсыздар. 1 теңге мен 10 теңге ортасында қандай монеталар орналасқан? 2 теңге және 5 теңге монеталар болады екен. Осымен сабағымызды қорытындылай келе, біз сабағымыздың мақсаттарына оралсақ. Сабағымыздың мақсаттарында монеталар төлеуді үйрене аламыз, монеталардың құнын ажыратуды меңгереміз, монеталарды сақтауды, бірлеуді үйренеміз және күнделікті өмірде осы монеталарды қолдана алуды біледі екенбіз. Үйге тапсырма. Дүкеннен сіздер барған кезде шоколадтың бағасы 150 теңге, қанттың бағасы 100 теңге, шайдың бағасы 200 теңге болатын болса, сіздер монеталардан қанша теңге жасап сатып алатын жөніңізде маған жекеше парақшама жауаптарыңызды жазып жібересіздер. Сау болыңыздар.